Шие бұл дәмді әрі пайдалы жидек. Ал шілде айы шие маусымының ең қызған шағы. Сондықтан қазір шиені барынша пайдаға жарату керек. Шие бұл күшті антиоксидант. Сонымен қатар оның құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Ол ұйқысыздық пен буын ауруларына көмектеседі. Бір шынаяқ шие құрамында 90 килокалория, яғни жеткілікті мөлшерде жасұнық А және С дәрумені бар. Шие мыңдаған жылдар бойы өсіріліп қолданылып келді. Ол ежелгі Римде, Грецияда және Қытайда бұрыннан бері дастарханға қойылған. Шие алғаш рет Персияда пайда болып, құстар арқылы Еуропаға жеткізілді деп саналады. Бір қызығы, шие 15-30 жыл өмірінің 3-4 жылында ғана жеміс береді екен. Бір маусымда ағаштан 70 келіге дейін жидек алуға болады. Шиеден уланып қалу әбден мүмкін, бірақ жидектің өзінен емес сүйегінен, әсіресе шиенің сүйегімен жұтып қоятын жас балаларға бермеген абзал. Шие сүйегінің құрамында адам ағзасында көгерткіш қышқылына айналатын амидаглин бар. Ересектерде бір демде 1-2 шие сүйегін қорықпай жиі алады. Шие маусымы мамыр-шілде аралығы. Осы уақыт ішінде сіз оны тұтынып қана қоймай, мұздатқышқа салып, жыл бойына шие сақтап үлгеруіңіз керек. Егер бұл сізге қажетті екеніне күмәніңіз әлі де бар болса, онда шиенің пайдалы қасиеттері туралы оқи отырыңыз. Зерттеушілер жоғары калориялық диета ұстаған. Ауыз қуыратын шие ұнтағын жеген егу құйрықтар шие жемеген егу құйрықтарға қарағанда әлдеқайда аз салмақ қосқандығын анықтаған. Қартаюды баяулатады. Шие басқа жемістерге қарағанда антиоксиданттарға бай. Антиоксиданттар теріні қартайтатын еркін радикалдармен ағзаға күресуге көмектеседі. Үшінші, бұлшықетті ауруын азаяды. Зерттеушілер жарты кесе шие немесе бір стакан шие шырыны бұлшықеттің қабынуын азайтады деп сендіреді. Қант диабетінен қорғайды. Шиенің гликемиялық индексі 22-ге тең. Бұл сарыөрік, жүзім, шабдалы, көкжидек немесе қараөрік көрсеткішінен әлдеқайдан төмен. Сондықтан шие әсіресе қант диабетімен ауыратындар үшін жеміс-жидектердің ішіндегі ең жақсы таңдау болып табылады. Дұрыс ұйықтауға көмектеседі. Шие, яғни адамның ішкі сағатын басқаратын ұйқы гормонының жалғыз табиғи көзі. Сондықтан шие шырынын оянғаннан жарты сағаттан кейін және кешкі асқа 30 минут қалғанда ішу керек. Осылайша мелатонин гормонының өндірісі арта түседі. Альцгеймерге шалдыққан егде жағындарға көмектеседі. Альцгеймер қауымдастығы есте сақтау қабілетін жақсартатын тағамдар тізіміне шиені қосты. Мұның себебі шие құрамында антиоксиданттардың көп мөлшерде болуы. Жетінші, инсулин қаупін азайтады. Шие бәліші жүрек тамыр жүйесін нығайтуға септігін тигізеді. Подаграға қаупін азайтады. Шиені тұтыну подагра шабуылының қаупін 35%-ға төмендетті. Бұл тұжырымды Бостон университетінің профессоры Юстин Чан 63 науқасты тексергеннен кейін жасады. Шие жүрекке пайдалы. Шие құрамында калий көп. Ол жүрек соғу жиілігін және қан қысымын реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар гипертония қаупін азайтады. Аспирин дәрісін алмастырады. Ғалымдар шие құрамында аспириндерге ұқсас қабынуға қарсы заттар бар екенін анықтады. Бір дәріні 20 жидек жанама әсерленсіз алмастыра алады. Буындар қабынғанына көмектеседі. Шие шырынын 3 апта бойы күніне 2 рет қабылданғаннан кейін ісінген буындарда ауырсыну айтарлықтай азаяды. Қатерлі ісікке шалдығу қаупін азайтады. Шие құрамында заттар майлы тағамдарды дайындауда консерванттық химиялық заттардың түзілуін азайтуға көмектеседі. Қояншық ауруына ем. Қояншық ауруында емдік дәрі болмаған кезде дәрігерлері науқастарға жазда шие жидектерін жеп, ал қыста шие жапырақтарını қайнатпай ішуге кеңес берген. Бұл ұстамалардың саны мен қарқындылығын төмендетеді. Жүкті әйелдер үшін, яғни ежелгі бір нанымға сүйенсек, жүктілік кезінде шие жеген әйелдер сау балаларды дүниеге әкеліп отырған. Бұны шие құрамында қаназықтың алдын алуға қажет көп мөлшерде темір болғандығымен байланыстыруға болады. Жүрекке жағымды әсер етіп, артық салмақтан қорғауы әрі қартаюды баяулатуы шие сүйетіндердің жас көруіне ықпал етеді. Сол себепте шие маусымын жіберіп алмаңыз.